Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде 66-шы сабақ, 5-ші жаттығу. Өлеңді түсініп оқы. Туған өлкем, көгінде күн нұрын төккен, жерінде гүл шыпар сепкен. Неткен сұлу, неткен көркем, осы менің туған өлкем. Алтын дәнді даласы бар, ақ күмістей қаласы бар. Неткен сұлу, неткен көркем, осы менің туған өлкем. Өлең мазмұны бойынша бір-біріне сұрақ қой, және де екі сөйлемді сөз таптарына талда деген тапсырма берілген екен. Бұл жерде көгінде күн нұрын деген сөздер зат есім, ал төккен сөзі етістік болып есептеледі. Жерінде гүл жұпар сөздері зат есім, сепкен сөзі етістік. Зат есім бір сызықпен сызамыз, етістікті екі сызықпен сызамыз. 6-шы жаттығу. Суретке қара, тақырыбын анықта. Сурет бойынша әңгіме құра, оны баяндап айтуға дайындал. Мәтінді жаз. Сурет бойынша құраған мәтінімізге туған өлке деген ат қоюға болады. Менің туған өлкемнің табиғаты керемет. Ашық аспаны, биік таулары, жайқалған гүлдері, аңқыған жусаны, мөлдір бұлағы, таза ауасы, салқын самалы адамды еріксіз баурайды. Туған өлкенің сұлулығын бір сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Мен өз туған өлкемді сүйемін. Туған жерімнің табиғат аясында серуендегенді жақсы көремін. Балалар, бұл құраған мәтінімізде біз сөз таптарын қатыстырып сөйлем құрадық. Яғни бұл жердегі зат есімдер өлке, табиғат, аспан, бұлақ, жусан, гүл, ауа, самал. Сын есімдер сұлу, ашық, биік, таза, салқын, мөлдір. Етістіктер жайқалған, аңқыған, баурайды, серуендеу, жеткізу, айту, жақсы көру. Балалар, мәтінді көшіріп жазып алуларыңызға болады. 7-ші жаттығу шығармашылық үзіліс. Әкең сенен жас сурет студиясына жазылуыңды өтінді, бірақ сенің қолөнер үйірмесіне қатысқың келеді. Бұл жағдаяттан қалай шығар едің? Мысалы, балалар, бұл жағдайдан былай шығуға болады. Әке мен бала, яғни диалог құру арқылы. Мысалы, мен бір ғана мысал ойластырып көрдім, бір мысал жазып көрдім. Сіздер өз мысалдарыңызды жазуға болады. Мысалы, әке маған қолөнер үйірмесі ұнайды. Онда әртүрлі қолөнер бұйымдарын игеріп шығуға болады. Мысалы, әртүрлі әдемі жаттардан түрлі әшекей бұйымдар жасап үйренуге болады деген сияқты өз ойларыңызды жазып жіберсеңіздер болады. 8-ші жаттығу. Сөздер мен сөз таптарының сәйкестендір. Ең алдымен сөз таптары қандай сұрақтарға жауап беретінін еске түсіреміз. Зат есім кім не сұрағына жауап береді. Бұл жерде мүсін, суретші, ермексаз, шаршы сөздері кім не сұрағына жауап береді. Екінші етістік не істеді, не қылды, қайтты сұрағына жауап береді. Бұл жерде тоқиды, тікеді, салыстырады сөздері етістік болып саналады. Сын есім қандай, қай сұрақтарына жауап береді. Бұл жерде жіңішке, ақ, қызыл, тік, көлбеу сөздері қандай сұрағына жауап беріп тұр. Сан есімнің сұрақтары қанша, неше, нешінші сұрақтарына жауап береді. 7, 9, 20, 50 мың бұл сан есім. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Міндетті түрде каналға тіркеліп, видеоға лайк басып қойды ұмытпаңыздар. Түсінбеген жерлеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазып сұрасаңыздар болады. Мен міндетті түрде оқып сіздерге жауап беремін.